Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. One X сілтемесі төменде. Криштиану Роналду Мюнхендік Баварияға ауыспақ ниетте. Джанлуиджи Буффон Ювентустен маусым соңында ресми түрде кететін болды. Ал Реал, Барса және Ювентус Суперлигадан шығып кеткен клубтармен соттасатын болады. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз басаймыз. Интердің президенті Стивен Чжань футболшылармен кездесіп 2 айлық жалақыларынан бас тартулары жайлы өтініш жасады. Бұндай қадамға итальяндық клубтың басшысы COVID-19 салдарынан кейінгі дағдарыспен күресу үшін барды. Ағымдағы маусымның чемпиондары шешімді әрқайсылары өздері үшін қабылдап, жақын арада басшылыққа жеткізетін болады. Биылғы маусымда АПЛ-де пенальти соққылары бойынша рекорд орнатылды. Төрешілер ағымдағы айналымда 113 мәрте 11 метрлік айып добын белгіледі. Бұл пенальти көрсеткіші бойынша АПЛ тарихындағы ең үздік көрсеткіш. Агуэро Паненканың өз орны болатынын түсінген болар. Мадридтік Реалдың қорғаушысы әрі капитаны Серхио Рамос Инстаграм әлеуметтік желісіне PSG ойыншыларының көбісіне тіркелді. Еске салсақ, биылғы маусымда Рамостың Реалмен келісім шарт мерзімі аяқталды. Ал өткен аптада Серхио клубпен жаңа келісімге отырмақ ниетте екені жайлы ақпарат тарады. Қалай ойлайсыздар, Рамос Парижге көшуге ниетті ме, әлде айлығы өте жоғары келісім шарт шығарып алуға дәмелі ме? Пікірлеріңізді комментарийде күтемін. Bein Sport телеарнасына берген сұхбатында итальяндық қақпашы Джанлуиджи Буффон Туриндік Ювентустен ресми түрде кететінін мәлімдеді. Осы жазда JJ'дің келісім шарт мерзімі де соңына келеді. 43 жастағы қақпашы Ювентуске мансабының 20 жылын арнап, 20-дан астам сан түрлі жүлделер ұтты. Тек қана Чемпиондар лигасы Буффонға сол кейін нәсіп болмады. Соңғы турдағы Миланнан көрген ірі жеңілісінен кейін Ювентус Чемпиондар лигасының зонасынан қол үзіп, келесі маусымда Еуропа лигасында өнер көрсетуі мүмкін. Уэльстік футболшы Гарет Бейлдің жеке агенті Джонатан Барнетт футболшының болашағы жайлы пікірімен бөлісті. Гареттің болашағы жайлы айту әзірге өте қиын, бұны үш тараптың шешімі шешеді. Реалдан Тоттенхэмнің және біздің тарап, бірақ та оның Реалға оралатынына күмәнім бар. Егер олар оны ауысымға отырғызып айлықтарын төлей берсе, онда ешқандай мәселе жоқ деді. Ағымдағы маусымда британдық ойыншы АПЛ аясында өткізген 17 матчте 9 голдан авторы атанды. Француздық PSG-нің ойыншысы Преснель Кимпембе 10 матчке дейін дисквалификация алуы мүмкін. Соңғы турдағы Ренге қарсы матчтың 87-ші минутінде 27 жастағы ойыншы қауіпті подкат үшін алаңнан қуылып киім ауыстыру бөлмесіне барар жолда Рен ойыншыларын көгілдірлер командасы деп атады. Осы бейсенбіде өтетін Франция кубогының жартылай финалына ойыншы қатыспайтын болды. Ал комитет дисквалификацияны әлі де ұзартуы мүмкін. Спорт ЕС баспасының мәліметіне сенсек, ағылшындық форвард Харри Кейн каталондық Барселонаға ауысуға ниетті. Осыған дейін 27 жастағы ойыншының Ман Ситиге және Челсиге трансфері жайлы көп айтылса да, футболшы өзіне қызығушылық танытып жүрген Барселонаға көшкісі келетінін жеткізді. Неге екенін білмеймін, бірақ та Барселонаға Харри қажет емес сияқты. Sky Sport баспасының ақпаратына сүйенсек, егер Ювентус келесі маусымда Суперлигада ойнауды шешсе, онда серия А туринді клубты ішкі чемпионаттан шеттетуі мүмкін. Еске салсақ, Реал, Барса және Ювентус әлі де Суперлиганың құрамында қалды. Суперлига демекші дәл сол Ювентус, Барса және Реал үшеуі бірігіп, Суперлигадан УЕФАның жазасынан қорқып шығып кеткен 7 клубты сотқа бермекші. Бұл жөнінде Марка және басқа да еуропалық баспалар мәлімдеме жасады. Еске салсақ, Суперлигаға кірген әр клуб турнирмен келісімшартқа отырған болатын. Ал УЕФА бүйтем-сөйтем деп қорқытып еді, барлығы тежегіштерін басып, Суперлигадан қашып шықты. Тек қана Реал, Барса және Ювентус УЕФАның басқыншылығымен соңына дейін күреспек ниетте.
Өз алаңында Миланнан 3-0 есебімен ойсырата ұтылғаннан кейін португалдық футболшы Криштиану Роналду жеке агенті Жорже Мендешке Мюнхендік Бавариямен келіссөздер жүргізуге бұйрық берді. Дәл сол Туриндегі ірі жеңілістен кейін Бианконери А сериясының 5-тігіне жайғасты. Егер қалған 3 турда ескі сеньор тым болмаса 4-тікке ілікпесе, келесі маусымда Еуропа лигасында өнер көрсетулері мүмкін. Роналду бұл турнирде ойнағысы келмей қашып жатқан болар. Еске салсақ, Миланға қарсы матчта Роналду 1-1 мәрте қақпаға дәл соққы бағыттамады. Левантенің алаңында тең ойнап Барселона, Атлетико және Реалмен болған чемпиондық жарыстан бір қадамға қол үзді. Каталондықтар тіпті 2-0 есебімен ұтып жатса да, Леванте камбэк жасай білді. Реал мен Атлетикода енді 3 матчтен қалды. Егер үндістер ұпай жоғалса, жеңіске Реал жақындайды. Десе де Реалда ұпай жоғалтуы ғажап емес. Келесі турда мадридтіктер Барселонанан Камп Ноуде ұтқан Гранадаға қонаққа барады. Ал Атлетико енді Сосьедадпен күреседі. Комментарийге пікірлеріңізді жазып, бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.